Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтау мектеп бөбекжай балабақша кешенінің 9 сынып оқушысы Мереке ұлы Инсар. Мен бұл жарысқа дайындаған ғылыми жобамның тақырыбы ғалым жерлесіміз Төлеуғали Тайман Мұсағалиұлы туралы. Жобамның зерттеу мақсаты Қазақстанның дамуына үлесін қосқан жерлес тұлғалар туралы зерттеу жұмыстарын жүргізу, олардың өмір жолы мен жетістіктерін өскелең ұрпаққа үлгі етіп, ауыл шаруашылығы мен ветеринария саласына тигізген әсерін анықтау, мектеп мұражайына материалдарды толықтыру, жинақтау. Жобамның өзектілігі жас буын елімізге еңбегі елеулі ауылдан шыққан тұлғаларды танымайды. Осы орайда зерттеу жобасы арқылы замандастарымызды ауыл тарихы туралы мағлұматтар беру өзекті мәселе болып табылады. Ғалым атамыздың ғылыми еңбектері ветеринария саласын зерттеуге бағытталған. Қазіргі ауылдың проблемасы мал аурулары. Ветеринария жұмыстың әлсіздігі бүгінгі күні мал шаруашылығы мен ветеринария еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне, экономика тұрақтылығы мен үлкен ықпал етіп қана қоймай, қазіргі заманда да өзекті болып келеді. Жобамның зерттеу жұмысының практикалық маңызы: ауыл шаруашылығы мен ветеринария саласына жергілікті ауыл тұрғындарын ғылыми білімін арттыру, ұлттық мәдениетті насихаттау және жастарға ғылыми ізденістер мен зерттеулердің маңыздылығын көрсету. Жобамның ғылыми жаңалығы: Тайман Мұсағалиұлының елімізге сіңірген еңбектері мен зерттеу жұмыстарын басшылыққа ала отырып, туысқандарынан сұхбат алып, жиналған тың деректерді мектебіміздің мұражайына табыстадық. Жоба арқылы студенттер мен оқушылар өлкенің тарихын, оның дамуын кезеңдерін зерттей алады. Зерттеу әдістері: баяндау, жинақтау, талдау, анализ, сипаттау. Бір баяны: Тайман Мұсағалиұлы Төлеуғалиев ветеринария ғылымына айтарлықтай үлес қосқан қазақ ғалымы. Ол ауыл шаруашылығында мал ауруларын зерттеу мен емдеу саласында маңызды жұмыстар жүргізген. Биология ғылымының докторы, үздік оқытушы Тайман Мұсағалиұлы Төлеуғали 1931 жылдың 22 ақпанында Батыс Қазақстан облысының Қамен ауылында, қазіргі Тасқала ауданындағы Кулаков күтірінде Төлеуғалиевтер әулетінде дүниеге келген. 1953 жылы мал дәрігері дипломын алған соң, Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданының бас мал дәрігері болып істеген жылдары 1953-1955. Ауыл шаруашылық малын бруцеллез, туберкулез, қотыр, тағы да басқа ауруларынан сауықтыруды көптеген жұмыс атқарды. Сіздер бұл жерден бұл кісінің отбасымен түскен суреттерін және де Тайман Мұсағалиұлының әкесі Мұсағали, анасы Латипа, жолдасы Әсия Ыбышқызы мен Тайман Мұсағалиұлының туыстарын көре аласыздар. Төлеуғали Тайман Мұсағалиұлының ғылыми жұмыстары. Ол кісінің негізгі жұмысы апатты жағдайда малды жаппай сою, сойыс өнімдерін жедел консервілеу және сақтау. Ол бұл кісінің құпия жұмысы еді. Және де оның жұмыстары: қора жайды дезинфекциялау 1965 жылы істеген жұмысы, балық аурулары 1967 жылы істеген жұмысы, етті сараптау 1970, сүт және сүт тағамдарының гигиенасы 1971, балық өсіру 1990, қой аурулары 1978, Қазақстандағы мал дәрігерлік қызметі 1979, осы сияқты 118 басылым, 2 монографиясы бар. Бұл жерде сіздер ол кісінің ғылыми жұмыстарын көре аласыздар. Міне. Бұл жерде ол кісінің марапаттары мен жетістіктері. Тайман Мұсағалиұлы КСР жоғары және арнайы орта білім беру министрлігінің жоғары мектеп үздігі белгісі 1989 жылы тағайындалды. Қазақстан Республикасының білім және ғылыми министрлігінің құрмет грамотасы 1990 жылы. Еңбек ардагері 1986 жылы. 1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысы жеңісіне 50 жыл, 60 жыл, 65 жыл және де тың игеру 50 жыл медальдарымен марапатталған. Сіздер бұл жерден Тайман Мұсағалиұлы Қазақстан Республикасында ветеринариялық санитарлық сараптау мамандығы бойынша тұңғыш ғылым доктор және профессор туралы осы жерден сол кісінің құжаттарын көре аласыздар. Бұл жерден профессордың аттестатын көре аласыздар. Ал 1953 жылы ветеринария мамандығын алған дипломы. Бұл жерден ғылым кандидаты дипломы, ұлы жеңіске 60 жыл мен тыңға 50 мерекелік медальдарын көре аласыздар. Тағы да бұл кісі туралы деректер, оның ғылыми атақтары. Бұл кісі Қазақ энциклопедиясының беттерінде. Мен бұл жобамды қорытындылай келе, Тайман Мұсағалиұлының өмірге қазіргі жас буынға үлкен үлгі бола алады. Ол қарапайым ауылдан шығып, ветеринария ғылымын маңызды жетістіктерге қол жеткізген.
Қорытындылай келе, осы жоба өлкетану саласында маңызды рөл атқара отырып, жастарға ғылымды танытып, бағалауға, сондай-ақ жергілікті мәдениет пен тарихқа тереңірек үңілуге мүмкіндік береді.